Достар, Вента қайда деп деген бауырлардың бәріне қазір осы теманы бітірсек. Біздің Вента, мына Жаслан деген жігіт Астанадан келіп, осы жігіт алып жатыр. Миллионға келістік, миллионға алатын болды. Бұның кішкене жаңағы ремонттарына оның бәрін Жаслан өзі көтерді, өзі алды. Айналып келгенде 1 миллионға Вентамыз сатылды. Достар, бүгін бір вариант шығып тұр. Енді сендерге ұнайды ма, ұнамайды ма білмеймін, бірақ өзім бұрыннан ойлап бір соны алғым келіп жүрген бір көлік болатын. Қалай айтсам болады? Ескі көлік, бірақ енді жастардың арасында енді өте танымал көлік десек болады. Өйткені бірінші кезекте ол Toyota, екінші кезекте ол артқы жетекті. Енді қозғалтқышы да кіші емес, дәл мен іздеген шарттары бар көлік қой. Енді жақсылап тексеріп алу керек. Енді нарықтағы ең арзаны болып тұр. Сонда да енді жақсылап қарап, қазір бағасына келісетін боламыз. Hazır келеді ма? Ілгегі бір ғой? Сосын дұрыс. Сол дұрыс істелген. Өзіңді салу керек біз. Жалпы тағы жұмыс кузовтан? Кузовтан жұмыс жоқ. Кузовтан жұмыс жоқ, нормально. Главное, шерік емес, перевортшы емес екеуі. Шпаклевка бар ма кузовы? Шпаклевка бар ғой, жан-жағын құсап тұр ғой. Ананың крылосында бар, жолында бар, мына жақ шетінде міне бұрышында бар. Мына жерінде бар. Неге басқалардан арзан сатып жатсыз? Срочно керек маған қазір. Мен жол жүрем. Жол жүрем? Вроде кузов жағына сыртқы бір немен қараған кезде енді жасалған. Жақында бояғас па деймін, Иә, жақында боятқан. Жақында боятқан сияқты. Анандай средний бағасы сай, бәрі арзан екен. Марк несі ғой, ұрлайтын нелер ғой. Анда бар. Бар ма? Бар ма? Жанатын алған үшін. Жанатын. Көбісі өсін ұрлап кете береді ше. Ана боковой айналар өзі жабылады ма или қолмен ба? Ана мұзға тықапты оны. Ал, бисмилля. Не бастап тұр? Ади үйге қоғас қой, отырып қалмас. Егде бес, егден қарағанда қалай жүреді? Менде болған, екіде болды, екіде бесті мынау қазір. Бодыр ғой, анадан қарағанда. Анадан қарағанда сәл жақсырақ жүреді дейсіз ғой. Бірақ несінде разница жоқ. Расходында ба? Алды жақтарын бір тексеріп алайық кейін. Получается, қиналып көп жесе, мысалы 15 жесе. Қиналмай. Сондай айырмашылық. Бірақ екеуінде де сол 4 сатылы, қорабы? Білмеймін. Білмейсіз ба? Қазір енді салоннан көрейік. Мұзға тұқпаған ана жер. Бірақ жабылады келістейді екен. Аха. Ішіне итер жібересіз бе есікті? Нұрбол, итер жіберші есікті. Қатып қапты есік. Итері сал. Салоны. Мынада қарасы панелер. Панель мен артқы багажник ең күпірі, рестайлинг. Рестайлингтікі? Иә, өзі дорист. Темекінің үстін сорғызылатын бар. Артында қарасына. Бұның бәрі істеп тұр ғой. Қазір. Бұның кондері кішкене слабый, құю керек дейсіз бе? Бірақ барлығы істеп тұр, е? Иә, қазір. Қашын Нұрбол. Салонын бір көріп жүрейік. Салоны енді нормально, жалпы. Тексеретін болса, сразу күзетінің бәрін мынандай качакта бар. Балалар жырттан. Кішкентай бар. Андағы дверный карта 15 мың деп тұр, силикон есігі 25 деп тұр.
үш есігін алсаң бүкіл есігін ба? мысалы есігін алсаң мынасы тегін келеді, замоктары тегін келеді, ішінде мыналар тегін келеді. Артын көрейік бір. Артына жетер ме? Енді химчистка істемегеніне біраз жыл болған шығар, иә. Бұны Мүлдем короче сен. айырым алған ғой. Праволикке жүре алмай қойды ана. Правильно ба? Сол тұрған, мынау кіші газы, мынау бензинмен кішкене. Мына цветіне сәл кемей қалған сияқты ғой. Екеуі екі түрлі болып тұр деп. Тез бояттыңыз ба? Мына жағы да қарасаңшы, ұрып жетті ғой. Мына жағында да цветін. Бұл братан жасар ештеңе жоқ. Дос болғаш қылып берген. Касса аппараттарға берсем қазір шай жатып қалады. Одан алдыңғы состояниесі бар ма? Жаңағы сүйеті. Болу керек. Көрсетсеңіз. Мысалы несі касса аппаратта жатса 300-400 мың теңге жаймен сұрайды, сол ғой. Сосын біз өзіміз жаңағы жоспарлап айттық. 100 мың теңгемен біткен әңгіме ғой бұл. Енді көрініп тұр 100 мың теңге істегені. Мынаны несіне келтірмегенін айтам да. Мына аркаларында удар болмаған ба? Өзіңіз де енді алғанда тексеріп алған шығарсыз? Алғанбыз ғой, ондай не жоқ брат. Серьезно болмаған. Алды-арты лонжерондар аман. Тек артынан киген Артынан ба? кіргені бар. Сосын ар жақ крылосы майысқан болды. Қатты кірген ба? Багажник аша аламыз ба қазір? Несін көре аламыз ба? Несін просто жаңағы ар жақ крылосын полностью алып тастады. Тоже 15 мың қалды. Бірақ крылосында не жоқ қой ол жақта, получается уже несі? Шпаклевка жоқ қой? Жоқ, қазір жоқ. Нормально, иә? Мынадан былай қарады, мына жерден былай қарады, косяктар бар міне, шпаклевканың орнына. Былай қарасаң ар жақ. Шақтары. Міне ғой міне. Мынаны дұрыс шығармаған сияқты ғой. Мына жерін. Тұрмын фотосы міне. Бампер мына жер жетіп қалған. Мына фарасы көрдің бе басқан? Мынакі басқа. Мына рестікі. Рестікі салды. Ешқандай не жоқ, крупный цвет басқа, қаз басқа көрдің бе? Мына қаз молочный, ақ молочный болып тұр ғой. Басқа мына жақ. Тек айдаған сияқтысыздар ғой, иә? Көбіне. Мына жерлері ғой, иә, кірген. Не, обешункамен жасылып қойыпты ғой. Мен ештеңе істеген жоқпын. Обешункасы. Көрдің бе, қолдан істедік. Сваркамен көрдің бе? Мына өзінікін салсаң дұрыс келеді. Қазір мынаны салған кезде мынадар дұрыс нетпей тұр да, жаппай тұр да. Кішкене қолқылдап тұр. Қолқылдап па? Мына багажниктің өзі де біраз жасалған сияқты ғой. Бірнеше жерінен. Багажник жасалған. Сонда сіздер нан алдысыздар ғой өздеріңіз, иә? Иә. Жоқ, мына сәл дұрыс бояса болады ғой деймін да, нан өтіп кетті ғой деймін. Өтіп кетті ғой. Жаңа ғана темекінің бозығы сұратын мал ғой мен. Ол істеп тұр, иә? Кнопканы басқан кезде, иә? Кнопканы басқан кезде артына шығара береді ғой. Печка қалай? Печка? Печка жақсы істеп тұр, иә? Сізден алдын болған шығар? Мына жағында болған енді, білмеймін. Бірақ лонжерон аман қалды. Кескен ғой былайдан. О, төбіне дейін кетіп тұр ғой. Мына шоф тұр да мына. Мынадан бастап, о, төбіне дейін. Жалпы мотор бірақ күшті істеп тұр екен. Дворник бәрі нормально. Мына екеуі де жабылады ғой, мынау да істеп тұр ғой, электронный. Жоқ, біреу нетеді. Анау. Анау сияқты ғой. Бірақ жабылады жалпы. Бұл еще мойкадан кейін кеп қой салған ғой мына жерге. Бір қаптан кеткен бе? Содан кішкене Қазір енді отырып көрейік. электронный. Иә, электронный ғой. Әндеп тұрған ғой, парковка қалай? Иә, парковка.
кімнің атына машина? Каспий машинасы. Олар үлкен шығар. Бірақ неде кішкене Мойкадан кейін кезінде қоя салған. рейкада да кішкене не әңгімесі бар сияқты ғой. Түзленбеді ме не? Мына былай ма? Болды, иә. Нормально. Сол лобовойын ауыстырдық. Ауыстырған есе. Аржақ крылосын ауыстырдық. Фараларын ауыстырдық. Болды. Мыналар істейміз деп сол қалды ғой. Қазір кішігірім жанып тұр. Базинка. Просто жанап. Достар, қазір мына тексеріп айдап көріп отырық. Көлікті. Күйеу балам марка дейді өзі, осындай. Соған бір тексертіп, жақсылап айдап көріп. Я это тоже говорил, она после мойки. Жақсы жаман жерлерін бәрі тексеріп отыр. Бұл не дейсіз бағасын енді? 1 800 000. Одан төмен түспейсіз ба? Жоқ. Одан смысл жоқ, өзің білесің өзің. Қазір 93 кузов тұрды, қазір 2,5 соғып тұр. Достар, енді біріншісі болмады. Ол жерде енді көп нюанстар шықты. Негізінде келісіп тұр едік алуға. Бірақ бір минусы шықты. Ол көліктің иесі маған техпаспорты жоқ деп айтты. Мен бүгін түнде Павлодарға жол тартып жатырмын. Сондықтан да ертең өзің барып сонынан шешесін, мен Каспийдан шеше салам, бірақ жаңа техпаспортсыз берем деді. Әрине оған мен келіспедім. Өйткені оның жаңа мәселесін неге мен барып соңға барып шешу керек деген сияқты. Сондай ұғымға келдім де мен ол көліктен бас тарттым. Ол көлікті алмадық. Бірақ жалпы негізі көліктің өзі де сол бағасына сай еді, арзан 1 800 000. Ал енді одан кейін біз Есік қаласының жанында орналасқан бір ауылға жол тарттық. 10 күн болды көлік іздеп жүргеніме. Енді қазір бұдан алдын жаңа көрдіңіздер, бір вариантты көрдік Алматыға келген кезде. Енді Шымкенттегі жаңа жол бойында көріп қалған көліктерден түсіруге мүмкіндік болмады. Енді қазір Есік қаласына қарай, Есіктен ары 30 километр жерде менің ойымдағы шарттарға бәріне жауап беретін бір көлік тұр. Бұйыртса соны аламыз. Енді ол бәріне ұнайды деп ойлаймын. Бұл көліктің енді ерекшелігі 3 литр қозғалтқышы бар, 2 JZ 100-ші кузовтағы марк. Енді состояниесі жағынан, жаңағы жалпы жағдай жағынан енді бізге жіберген видеосына қарасақ өте жақсы сияқты. Енді өзінің бағасы да аса қымбат емес. 3 литрлік жаңағы осы 100-ші кузовтағы марктер 3 миллионнан жоғары тұрады. Достар, келдік, көріп отырмыз қазір. 3 литр марк. Вы сегодня ездили, да? Смотрели? Сегодня? Нет, это первое. Я в Шымкенте был, там смотрел. Я ездил, все смотрел, у них килограммы, так. Я в Талдыкурган ездил, назад вернулся, короче, в итоге его высоки нашел. Еще 3 машины по городу посмотрел, шпаклеванные крыши, жопа вся шпаклеванная. Все крепежи на месте, да, стоят? Можно просто капот открыть? Да, просто посмотрим. Я видел где-то здесь, да, был наускат полностью, да, обрезан. Да, вот снизу, да? Вон он шов, да? Наверное. Мерзлый, да? Нұрбол, проверь. Вот, в принципе, не стоит. Один сломанный. Тут работает. Я из-за Ты, этого... получается, вот этот полностью купил, Я да? диффузор купил, сюда вискомуфту купил. Ага. Сюда положил. Но сделать пока руки не дошли, да? Да. Ага. У всех самодельные. Да, фары. У всех самодельные фары. То, что я смотрю сейчас. 40 тысяч самый дешевый. Спереди, да, получается? Да, крышку вот эту капает. крышку, если снять, видно вот эти сальники. Вижу, да. Распредвал. Но масло ты как... Сколько он хавает примерно? Литр есть? Вообще не жрет. Вот даже с этими потеками у него расхода не было. Точно?
Поедешь, посмотришь, даже позвонишь потом. Если не разница. Да, ну что, на бетный горшочек? Да, средний. Расход масла нету, да? Двиг контрактный или меняли, не меняли, не знаешь? Ездил русский молодой пацан Ага. до того, короче, передо мной хозяин был казах, узбек, Ага. и до него русский. Русский его вшатал, короче, в Ага. эту сторону. А. Он взял этот узбек, его вытянул, короче, все заварил, поездил, у него мотор лег. Получается, где-то через полгода уже я его купил с этим мотором. Короче, вот Уже здесь контрактный. пробег написан даже. Вот. Контрактный, Ну, да? где-то он, может, отъездил 1040 на это максимум. Понятно. Анекдот, да, как бы? Мгм. Вложение уже я, получается, менял. Круг крутил. Сами амортизаторы, рулевую рейку поменял. Амортизаторы Рулевая рейка какие ты 55 поставил? тысяч стала. Амор- Амортизаторы, не знаю, марка, я не знаю, коробка осталась, нет, не помню. Все 4? Да, круг. У меня, получается, я жопу менял, а задние, короче, даже целые. Вот здесь, да? Трещина уже пошла. Бәрін айтып берді. В принципе, біз біліп тұрып келе жатырмыз. Теперь можно этот капот? То есть багажник посмотреть. Значок, да, здесь стоит наш? Гранд. И... Ну-ка, здесь как? Здесь. Ұстап тұрсың тағы. Артында еш нәрсе жоқ вроде. Жалпы достар, состояние біз көрген машиналардыкін қарағанда жақсырақ. Мына жерде ғана жаңа шпаклевка бар сияқты, қазір әлде толщинамен бір қарап шығамыз. Міне достар, өздерің көргендей біз сол көлік бізге ұнады. Кузов жағынан көп жері тірі екен, бірақ шпаклевкасы бар. Дәл қазір шпаклевкасы жоқ марк табу ол өте сирек. Ондай болатын болса, оның бағасы 5-6 миллионға жуықтап қалады. Оларда да шпаклевка болуы мүмкін, бірақ ол нарықтан төмен болғаннан кейін оның минустары да бар деген сөз. Сондықтан да біз жалпы мотор қозғалтқышы мен қорабын бәрін жақсылап тексеріп, шанағын да бір жақсылап тексергенімізде енді бір қатты минус, қалай айтсақ болады, бір қатты ұрылған жері жоқ. Өзіме кететін жаңағы шығындардың бәрін санадым, көңіліме қонымды болды. Сондықтан да біздің таңдау осы көлікте қалды. Осы алған көлігімізді жарықта тамашалап жіберіңдер. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain. Есік қаласының жанынан тапқан көлігіміз толық комплектация болып есептеледі. Оның ерекшелігін алдағы видеоларда міндетті түрде айтамын. Әзірге осы.